ең жоғарғы спонсорым, құрметті партнерлар, ол барлықтарыңызға танымал компаниямыздың, Dandelion компаниямыздың чек номер 1, ең мықты лидерлердің бірі, бұл Марал Тажикенова. Өзім жаңа айтқандағындай Астана қаласындамын. Dandelion компаниясының сіздер сияқты серіктесімін, өзімнің командамды, бизнесімді құрғалы жатырмын. Енді сіздерді мына келе жатқан жаңа жылыңыздарыңызбен бір құттықтап қояйын. Өте аз уақыт қалды. Жаңа жылдарыңыз келе жатқан құтты болсын. Енді бүгінгі тақырыбымызға келетін болсақ, құрметті партнерлар, бұл энергияны басқа жаққа жөнелту, жіберу дейміз. Направление энергии в другую сторону деп айтамыз. Және бұл психология тілімен, енді терминологиясымен бұны сублимация деп айтады. Енді мен психолог емеспін, бірақ кішкене аз да болса бұл салада кішкене білімім бар. Енді қараңыздар, бұл тақырыпты неге қозғап жатырмын? Біріншіден, қараңыздар, мына сіздердің миыңызға, ойыңызға, санаңызға қандай да бір идея, ой, пікір, арман, қиял келетін болса, бұны міндетті түрде біліңіздер, Алла тағала сізге салып тұр, ойыңызға, санаңызға. Ол арман, қиял сіздікі емес, Алла тағала сізге салып тұр. Енді қараңыз, ол ойды сізге салды ма? Сіздің ойыңызда жүр ма? Сіз біраз уақыт болды оны ойлап, жаңағыдай әрі-бері ойланып жүрсіз, Демек, егер Алла тағала ол ойды сізге салған болса, біліңіз, ол арман, ол қиял сіз тарапынан іске асалатын, сіздің ол арман қиялға қол жеткізе алатын арман деген сөз. Алла тағала Құран Кәрімде айтады, не дейді? Менің қолымның көтере алмайтын жүкті мен бермеймін дейді. Демек, сіздің ойыңызға, арман қиялыңызда бір қиял жүр ма? Кімде қандай қиял жүр? Мысалы, біреу көлік алғысы келеді, біреу жаңағыдай путешествияға барғысы келеді, біреу бірдеңе. Демек, егер сіздің қиялыңызда жүр ма, демек сіз тарапынан бұл іске асатын, әбден сіздің күшіңіз келетін. Неге күшіңіз келеді? Өйткені Алла тағала сіздің ойыңызға салып тұр ма? Демек, Алла тағала сіз сол қиялыңды орында деп тұр. Мен оған күш-қуат берем, қаражат берем, денсаулық берем, тек амал ет, қимыл жаса дейді. Түсіндіңіздер ме? Бұны нық біліңіздер. Тағы да қайталап айтам, егер басыңызда, ойыңызда, санаңызда бір арман қиял, ой, идея, бір жоба, қайда да бір ой келе қалды ма, демек бұл Алла тағала ой олды сізге салып тұр. Сіз ол арман қиялды жобаны іске асыра алатын мүмкіндіктесіз. Өйткені сіз істей алмайтын жобаны, қиялды, ойды сізге Алла тағала салмайды сізге. Енді біз энергия туралы тақырып айтпақшымыз. Енді қараңыздар, біз энергия туралы көп естуіміз бар. Менің көп сабақтарым бар негізі энергия туралы. Енді қараңыздар, бұл энергия, мысалы, біз әркімнің, мысалы, уақыт сияқты, әр күн Алланың қалауымен таң атады, күн атады, таң атады. Не болды? 24 сағат. Қалай сізде 24 сағат бар, менде де 24, барлығымызда 24. Яғни, міне, күн ауысты ма, 24 сағат Алла тағала сізге берді. Маған, сізге, барлығымызға, Алланың қалауымен. Енді қараңыз, энергияда тура солай, құрметті партнерлар. Міне, күн басталды ма, Алла тағала сізге сол энергияны үйіп төгіп береді. Энергияны үйіп төгіп береді. Ал енді естеріңізде болса, бұл тақырыпты біз қозғағанбыз. Өкінішке орай не істейміз? Біз негативтік ойлар, неше түрлі жаман ойлар, анау адам туралы жаман ойлаймыз, анау бүйтіп қатты айтып еді, мен анаған ренжідім, анау болды, мынау болды деп не істейміз? Негативный ойларды басымыздан шығармаймыз, біздің энергиямыз соған кете береді. Сливается энергия дейді ғой. Ол туралы мен тақырыптарды айтқанбыз. Әлі де көп айтамыз, өйткені бұл бір күндік тақырып емес, бір сағаттық тақырып емес. Енді қараңыз, мен бүгін айтқым келген нәрсе. Қараңыздар,
Міне сізге Алла тағала ой салды ма? Бүгін мынаны істеуім керек. Егер мысалы мына ісімді бүгін осылай іске асырсам, не болмаса мына адаммен кездесейін, мынаны былай жасайын деген ой келді ма? Алла тағала сіз біліңіз, Алла тағала сізге не беріп тұр? Қазіргі тілмен айтқанда подсказка беріп тұр. Подсказка. Сіздің ақылды болғаныңыздан емес ол. Алла тағала сізге подыгрывает. Сізге көмектесіп тұр. Ой салып тұр сізге, иә? Ал енді қараңыз, энергия қайдан келеді адам баласына? Энергия сіздің жаңа ойыңызға тура сол істі асыру үшін, ойыңызды іске асыру үшін керек энергияны Алла тағала тура қоса береді бірге, идеямен бірге. Идеямен бірге қоса береді сізге. Яғни, егер сіз ол идеяны, ойды, пікірді, кез келген нәрсені қайта ойлап, созып жүре берсеңіз, іске асырмасаңыз, бірінші қадамыңызды баспасаңыз, ол энергияңыз кетіп қалады. Уақыт өте келе ол энергияңыз азая береді. Одан кейін ол ісіңізді, ойыңызды, арманыңызды, қиялыңызды іске асыруға энергия жетпей қалады. Неге? Өйткені ол ой келді ма, сіз айлап, күндеп, апталап жүріп алсаңыз, ол энергия кетеді, бітті, таусылады. Одан кейін ал жасайын деп 2 айдан кейін кіріскен кезде сізде өкінішке орай энергия жетпей жатады. Күдік, неше түрлі жаман ойлар пайда бола бастайды. Энергияңыз бітті. Көрдіңіз ба? Енді бүгінгі негізгі тақырыбымыз, құрметті партнерлар, енді тағы да айтамын, сізге бір ой келді, арман, қиял келді, Алла тағала ойды салды. Оған энергияны да беріп қойды сізге. Сіздің тарапыңыздан не? Шешім қабылдап, амалды бастауыңыз керексіз. Бірінші әрекет, амал. Енді қараңыз. Мына сублимация деген нәрсе не? Сублимация. Өкінішке орай, біз кешегі тақырыптарда, алдыңғы тақырыптарда да бұны айтқан болатынбыз, Әр адамның, мысалы біз бір істі әрекет, арман қиял дедік қой. Сол арман қиялға жету үшін керекті әрекеттерді сіз өзіңізге не істеуіңіз керексіз? Былай сызып, жазып, жоспарлап қоюыңыз керексіз. Мысалы, делік, мен мысалы советник статусын жапқым келеді Dandelion компаниясында. Не істейсіз? Сондай ой келді ма сізге? Алла тағала сондай бір сыбыс берді ма, ой берді ма, арман қиял берді ма? Демек сіз оны іске асыра аласыз. Соған күш-қуат береді Алла тағала, сізге энергия береді. Одан кейін не істейсіз? Сізден, все, мен боламын, мен жасаймын дейсіз да, бұның есеп қисабын жасайсыз. Советник жабу үшін 30.000 PV ма? 30.000 PV дегеніміз қанша адам? Мен оны қалай жасай аламын? Оны іске асыру үшін мен қандай әрекеттер жасауым керек? Бұны жасауым үшін маған 1 ай керек па, 2 ай керек па, 3 ай керек па? Сіз бұның бәрін есебін, қисабын жасайсыз. Содан кейін барасыз да амалыңызды жасайсыз. Міне мен мысалы демек 30.000 PV советник жабу үшін бәленше адаммен кездесуім керек, бәленше адам маған командама керек дейсіз да, амалыңызды бастайсыз. Алла тағала өзі береді нәтижесін. Сізден амал, ниет және амал. Ал енді сублимация дегеніміз не? Сублимация негізі бұл біздің психологияда кең таралған бұл термин. Сіздің миыңыздың, сіздің психологияңыздың, психикаңыздың защитная реакция дейді, қорғаныс реакциясы. Сублимация. Яғни сізге ой келді, энергия келді, не істедіңіз? Сіздің миыңыз одан қорғана бастайды, защищается. Ой, мақсат, сен советник жабу қайда саған? Ты че, қолың тимейді оған? Оған қаншама адам керек, оның бәрі қашан үлгересің? Дейді, сізді не істейді? Қорқыта бастайды, сізді қорғай бастайды. Содан кейін сізге энергия келіп тұр ғой, ой келіп тұр. Сіз білмейсіз неге ол мынандай мақсат қойдыңыз. Алла тағала беріп тұр өйткені сізге. Содан кейін сублимация сол энергияны барады да басқа жерге жібере береді былай. Сіз не істейсіз? Сол өзі қорғаныс, жаңағыдай қорғаныс реакциясы кетті ғой сізде. Сіз не істейсіз? Бұл энергия келіп тұр, арман бар, бірақ сіз қорқып тұрсыз, шешім қабылдап амал жасауға қорқып тұрсыз, барады да сіздің энергияңыз басқа жаққа кетеді. Сіздің сублимация дейді, басқа жер. Енді қараңыз. Мысалы, сіз өзіңізге советник жабам деген ой келді, энергия тасып тұр, мотивация ұрып тұр. Қалай жабатыңызды әлі білмейсіз, не істедіңіз? Қағазға төктіңіз бәрін, есеп қисабыңызды жасадыңыз. Содан кейін амалға көштіңіз. Көшейін деп тұрған кезде не болды?
бір нәрседен қорқа бастадыңыз, бір нәрсе сізді қорқыта бастады. Мысалы сіз біз алдыңғы сабақтарда әлі өтеміз, тайм менеджмент, энерджи менеджмент деген нәрселер бар, иә. Сол жерде не болады? Сондай бір техникасы бар. Күніне сол мақсатыңызға жеткізетін 3 керемет әрекетті жасауыңыз керексіз. Өткен сабақтарда біз оны айттық, иә. Мысалы, жаңа айттық қой, телефон шалу, список жасау, адамдармен кездесу. Кеше мысалы сол мәселені қозғадық, иә, адамдармен кездесу өткізу. Ал енді сіз соның бәрін жаздыңыз, есептеңіз, енді әрекетке көшердің алдында не істейсіз? Вы начинаете сублимировать. Ол қалай? Мен қонаққа шақырып қойып еді, қонаққа кетіп қалдыңыз. Үйді жинап қою керек еді, үйді жинап тастадыңыз. Балаларды анам апарып тастау керек еді, кір жуып тастау керек еді, базарға барып келу керек дейсіз де, сіз не істейсіз? Өзіңізді жаңа күніне 3 жасадыңыз ғой, мысалы 3 основной әрекет. Сіздің арманыңызға, жаңа советник жабуға керекті 3 әрекетті күнде жасауыңыз керексіз. Жаңа біріншісі делік 3 адам, жаңа 5-10 адамға звондап хабарласу, кездесу өткізу, жаңа презентация жасау делік, иә, 3 важный элемент. Кеше біз айттық, кемінде 1 адаммен кездесуіңіз керексіз күнде. Ал енді сол кездесу өткізбеу үшін не істейді? Сіздің психикаңыз сізге қорғаныс реакциясын береді да, сен қоя тұр, ертең өткізе саласың, сен бүгін продуктіге барып келуің керексің. Үйден уборка жасап қой, ойбай анау құдаға келе жатыр, тойға шақырып қойды, анау мынау, қазір жаңа жыл келе жатыр, баламның утреннигі бар, жаңа жылы бар, елкасы бар дейді. Сіз не істейсіз? Өзіңізді сіздің мақсатыңыздан алыстататын, жақындатпайтын, сіздің энергияңызды басқа жерге жұмсайтын әрекеттерді өзіңізге жақындатып аласыз. Ол былай. Мысалы қараңызшы, сіздің мына энергия жаңа жасайтын негізгі іс әрекеттеріңіз мында тұр. Соның маңайын сіз не істейсіз? Толтырып тастайсыз. Тойға барып келу керек, қонақ шақыру керек еді, үйді жинап қою керек, елкаға дайындалу керек, каникулда бүйту керек, сөйту керек, анау түген дейсіз, маңайын жаңа негізгі 3 әрекет. Жаңа телефон шалу, кездесу өткізу, презентация жасау. 3 әрекет негізгі сіздің мақсатыңызға жеткізетін. Ортада тұр, сіз маңайын не істейсіз? Неше түрлі ол әрекеттен сізді, көңіліңізді бұрып, энергияңызды басқа жаққа жіберетін іс әрекеттермен толтырып тастайсыз. Бұлай қарасаңыз, күніңіз толық, иә, сіз бос отырған жоқсыз. Бірақ сіздің мақсатыңызға жеткізетін әрекеттерді істеуден қашпақтайсыз да, энергияңызды басқа нәрселерге бұрып жібересіз. Бұл сіздің психикаңыздың қорғаныс реакциясы, защитная реакция. Бұны сублимация дейді. Бұл прокрастинация емес, бұл сублимация, басқа бұл. Прокрастинация деген істейтін ісіңізді барасыз да басқа бір уақытқа лақтырып жібересіз. Ал сублимация бұл сол жерде істеу керек нәрсеңізді нешесе вроде істейтін сияқтысыз, барасыз да басқа жермен, басқа нәрсемен айналысып кетесіз. Бұл әсіресе көбіне әрине әйел кісілерде өте кең тараған. Енді бізде білесіз, сетевой бизнесте 70-80% әйел кісілер көбіне, иә? Әйел кісілерде фокусировка не істейді? Бізде периферийное зрение ғой, былай жан-жақты қарайсыздар сіздер. Ер адамдарда сфокусированное зрение. Біз мысалы бір нәрсені көрдік па, еркектер көбіне сол жаққа қарай фокусты алдыға алады да, сонымен жұмыс істей береді. Басқасын байқамауы мүмкін. Әйел кісіде периферийное зрение дейді, яғни жан-жақты былай қарап отырасыз. Осы жан-жақты көру негізі үлкен артықшылығы бар, бірақ егер оны дұрыс басқара алмасаңыздар, осы сублимацияға кетіп қаласыздар. Мысалы, делік сіз таңертең тұрдыңыз, мақсаттың бүгін таңғы несі бар еді, таңғы жаттығуы бар еді, қатысуым керек, жарты сағат уақыт бөлуім керек. Соған енді шешім қабылдадыңыз, істейін деп тұрған кезде балаңыз жылап қалды, біреу келіп қалды, бірдеңе болып қалды, не болды? Сіз қоя тұрыңдар, мен қазір осы жерде жұмысым бар, қазір осыны бітіріп алайын, содан кейін дегеннің орнына сіз барасыз да ойыңызды жаңағы бір уборка жасап кетесіз, бір шкафтарды реттеп кетесіз, болмайтын бір шаруамен айналысып кетесіз да. Көрдіңіздер ме? Ал енді мысалы бүгін түстен кейін бәленшемен кездесуім керек еді, кездесуді мысалы керісіп қойдыңыз,
и ішіңізден бір үрей бар, қорқыныш сезімі бар, блин, оған қалай айтам, мен не істеймін оған, ол маған бүйтеді ғой, ол мықты лидер ғой, мен қалай айтам, анау мынау дейсіз да, уже сіздің психикаңыз защитный реакция береді, энергияңыз тұр, шешім вроде қабылдаған сияқты, просто әрекетке көшу керек, сіз не істейсіз, энергияңызды басқа жерге. Яғни жаңа миыңызда соған, сол кездесуге бармауға бір не істейсіз, бір себеп іздей бастайсыз. Орысша айтқанда отмазка іздей бастайсыз. Балам ауырып қалды. Негізі мысалы білесіздер ғой, әйел кісінің балалары ауыра бастайды. Неге? Неге ауыра бастайды? Өйткені негізгі бұл сублимацияның негізгі себебі да бірінші. Балалар ауыра бастаған кезде. Неге? Өйткені сіз белгілі бір іс жасаудан, ол жасалу керек екенін білесіз. Оған энергия, күш қуат бар екенін білесіз. Уақытыңыз жеткілікті екенін білесіз. Алдыңызға қойған мақсатыңыз бар. Бірақ соны бірінші қадам жасауға қорқып тұрсыз. Істемей жасайсыз да, не істейсіз? Психикаңыз не істейді? Соны жасамауға бір себеп іздей бастайды, өзіңізге тартып аласыз сондай себептерді. Соның ең бірінші себебі, құрметті партнерлар, әсіресе әйел кісілерде, бұл баланың ауырып қалуы, жиі ауырып қалуы. Мысалы, бір күн таңертең тұр, температура кетіп жатыр. Негізінде баланың температурасы не деген сөз? Бала маған, психосоматикада білесіз ғой, маған көңіл бөл деген сөз да, баланың ауырып тұрғаны. Ал көңіл бөлу деген не? Былай өзіңізге үңілсеңіз, яғни мысалы, ол сіздің үрейіңіз. Мен қазір ана жерге кетем, мынаны істеймін, анда барам, мында барам, менің балам көңілсіз, жаңағыдай көңіл бөлінбей қалады деген сіздің защитный реакцияңыз шыға бастайды. Бұны психосоматикада бар, Сөйтіп сіз ойлай берсеңіз, сол балаңыздың ауыру негізі сіз шақырып алдыңыз. Неге? Өйткені істеліну керек. Бір шешім қабылданған нәрселерді істемей жүріп, соған себеп іздей бастасаңыз, балаңыз ауыра бастайды. Мысалы, менің келіншегім психосоматиканы жақсы біледі, оқуын оқуды, мен де біраз оқыдым оның нәрсесін. Сондықтан да, құрметті партнерлар, сублимация дегеніміз осы, яғни сіз қашанда бір шешім қабылдап, Алла тағала сізге жаңа айттым ғой, бір ой салды, бір қиял берді, арман берді. Тағы да қайтадан ол сіздікі емес, Алла тағала сізге ой салды оны. Салды ма, демек не? Сіз оны іске асыруға әбден күшіңіз, біліміңіз, тәжірибеңіз, уақытыңыз, бәріңіз жетеді. Мысалы, сіздің ойыңызға Қазақстан Республикасының президенті болу, не болмаса премьер-министр болу деген арман қиял бар ма сізде? Жоқ шығар ондай. Жоқ. Демек, Алла тағала неге ондай ой салмайды сізге? Өйткені сіздің оған күш қуатыңыз, әрекетіңіз, энергияңыз жетпейді. Ал енді сіздің басыңызда жүрген қиял армандар сіздің әбден қол жеткізе алатын арман қиялдарыңыз. Бұны Алла тағала сіздің күш қуатыңызды жақсы біледі. Біле тұра сізге салып тұр оны. Ал екінші қадам қандай? Өздеріңіз білесіздер, энергопрактиктер айтады оны әрдайым. Не дейді? Энергия дается под идею. Арман қиял келді ма, сразу энергия келеді. Тұрып, энергиям тасып тұр дей алмайсыз. Демек, сіздің бір ойыңыз, бір пікіріңіз, арман қиялыңыз сізге энергия берді. Алла тағала салып тұр, энергиясын қоса береді сізге. Көрдіңіздер ме? Енді, ал егер сізден не қалды енді? Алла тағала арманды салды, энергияны берді, уақытты берді. Не болды? Бәрін беріп тұр Алла тағала сізге. Сізден шешім қабылдау, сіздің жауапкершілігіңіз. Шешім қабылдайсыз, ниет қыласыз да, бірінші әрекетіңізді бастайсыз. Жаңа жоспарыңызды құрасыз да, соны іске асырасыз. Қашан сіз сол бірінші әрекетіңізді, қимылыңызды жасамайынша, энергия тұр ғой, арман қиял тұр баста. Ол ешқайда кеткен жоқ. Энергия тұр. Не істейсіз? Сол энергияны сіз басқа жаққа болмайтын нәрселерге жұмсап жатсыз. Былай қарасаңыз, енді былай, бытовой бір пример берейінші мысалы. Мысалы, сіз не істедіңіз? Автокөлігіңіз бар. Сіз машина жүргізуді білесіз, мысалы. Сіз не істедіңіз? Сіздің қазір, мен осы Астана қаласына, Қарағанды қаласына
көлікпен барып келуім керек, мына шаруаларым бар, соны бітіріп келуім керек деген өзіңізге не істедіңіз? Мақсат қойдыңыз, иә? Осы барып келуім керек бүгін ертең дейсіз. Иә? Вот, все, шешім қабылдадыңыз, енді bunu не істедіңіз? Барып заправкаға бардыңыз. Автокөлігіңізді полный бак заправка, энергия, күш қуат, иә? Мысалы, бензинді құйдыңыз, полный бак заправка жасадыңыз. Делік 10 000 теңгеге заправка жасадыңыз, түгелдей. Не істедіңіз? Жан-жағыңызға айттыңыз, мен бүгін Қарағандыға барам, бүгін ертең мен жоқпын, сол жерге барам, қонам, ертең қайтып келем. Астанадан, мысалы, Қарағанды 200 шақырым жер, сіз уақытын білесіз, менің 3 сағат уақытым кетеді, жұмысқа сол шаруамды бітіруге тағы 3 сағат кетеді, сол жерде қонам, ертең, то есть сізге бір күн уақыт керек, 10 000 теңге ақша керек, бензин құюға, автокөлігіңіз керек. Яғни не істедіңіз? Барын жоспарлаңыз, күш қуат берді сізге, бәрін жасап қойдыңыз. Ал енді бүгін таңертең сіз Қарағандыға жолға шығуыңыз керек, сіз не істедіңіз? Есіңізге не түсті? Ойбай, баламның утреннигі бар еді, костюмды алуды ұмытып кеттім, костюмға кеттіңіз. Ойбай, бір продукт алу керек, продуктыға кеттіңіз. Анау, мынау дедіңіз де, күні бойы басқа жұмыстармен жүрсіз. Қарағанды жайына қалды, баратын жеріңіз. Сол жерде бітіретін шаруаңыз жайына қалды. Сіз Қарағандыға деп дайындап қойған полный бак заправкаңыз не істейді? Таусыла бастады. Неге? Өйткені сіз күш қуатыңызды, энергияңызды басқа істерге, басқа шаруаларға жұмсап жатсыз. Ал анау мақсат қойған нәрсеңіз тұр әлі, іске жараған жоқ. Бәлкім соны барып орындаған кезде сіздің алдыңызға қойған мақсатыңызға 1-2 қадам алдыға жылжыр едіңіз. Оғанға дейін не істедіңіз? Ой, анаған соғып кету керек еді, ананы алып кету керек еді, бәлене, түгене дейсіз де, бір қарасаңыз кеш батып та, все, бүгін бармайым, ертең барам Қарағандыға дейсіз. Сіздің заправка жасағаныңыз уже полбак, жартысы бітті. Не деген сөз? Сіздің Қарағандыға баруға уже бензиніңіз жетпейді. Көрдіңіздер ме? Яғни, осындай бір мысал ретінде келтіретін болсақ, құрметті партнерлар, сіз өз қолыңызбен энергияңызды қай нәрсеге дайындап қойдыңыз, соны басқа орынсыз, мақсатсыз жұмсап жібердіңіз. Одан кейін өкінішке орай не істейміз? Мен мақсатыма жетуге уақыт жетпей жатыр, энергия жетпей жатыр, мақсатыма қол жеткізбей жатырмын, ол алыстап кетіп жатыр, қиындап жатыр деп өкінішке орай не істейміз? Жертва состояниясына кіріп аламыз, начинаем жертвить, начинаем всех подряд винить, а негізінде бар бәленің бар өзімізде жатыр. Неге? Өйткені жауапкершілікті өзімізге алуымыз керек, құрметті партнерлар. Сублимация деген осы, яғни бар энергияны, күш қуатты, ертең сіз айта алмайсыз, мен осында арманым бар еді, соны арманды іске асыруға не уақытым болған жоқ, не энергиям болған жоқ, не ақшам болған жоқ, не денсаулығым болған жоқ, айта алмайсыз. Бәрі бар. Бәрі бар. Алла тағала сізге бәрін беріп тұр. Жан-жағыңызға көзіңізді ашыңыз да қараңызшы. Кішкене санаңызды қосыңыз, құрметті партнерлар. Жауапкершілікті өзіңізге алыңыздар. Мысалы, ойлаңызшы, бұл өткен сабақтарда бұны қозғағанбыз. Предательство деген нәрсе бар ғой. Жауапкершілікті өзіңізге алу. Неге сіз, мысалы, сізге сатып кететін, подставить ететін адамдар көбейіп кетті? Өйткені сіз өз-өзіңізді сатып жатсыз да. Вы себя предаете. А себе предавать деген не? Мысалы, сіз Алла тағала сондай сізге мүмкіндік берді ма? Арман қиял берді, күш қуат берді, энергия берді, мүмкіндік берді, ақша берді, уақыт берді. Сіз оны бардыңыз да басқа нәрсеге жұмсадыңыз. Сіз өзіңізге сатқындық жасадыңыз ба? Жасадыңыз. Ал одан кейін ренжімеңіз, сіздің партнерларыңыз сізге сатқындық жасап жатса, сізді подводить етіп жатса, маңайыңыздағы адамдар сізге не істейді? Жауапкершілік алмай сізді подставить етіп, ыңғайсыз бір ситуацияларға тудырып жатса, бәрі өзіңізде. Өйткені сіз сублимация арқылы күш қуатыңызды басқа жаққа жұмсап жатсыз. Сатқындық жасап жатсыз, өз-өзіңізге сатқындық жасап жатсыз. Мысалы, күйеуіңіз сізге ақша берді. Деді мысалы, мә саған 600 000 теңге, сен бұрыннан бері iPhone сұрап жүр едің ғой менен.
айфон әперші, маған жаңа телефон әперші, маған сторис түсу керек, бизнесімді әрі қарай дөңгелетуім керек деп, мысалы, күйеуіңізден сұрадыңыз. Алла тағала сол дұғаңызды естіді, күйеуіңізге не берді? Сол запросыңызға қарай рызық берді. Күйеуіңіз шешім қабылдады да ақша тапты, еңбек қылды. Алла тағала сол рызықты берді оған. Ол 600 мың теңгені барды да сізге не істеді? Ақшалай берді. Мә, өзің қалаған айфоныңды алшы, бизнесіңді дөңгелетші, сұрап едің ғой. Біраз уақыт болды. Мә, саған сыйлық жаңа жылға деді. 600 мың теңгені берді, мысалы, сізге. Или 1 миллион теңгені, не важно, қандай телефон. Берді сізге. Сіз ол 600 мың теңгені барып, телефон алғанның орнына сіз не істейсіз? Егер жасасаңыз солай. Барып, ой, қызыма куртка алу керек еді, үйге бір орындық алу керек еді, маған өзіме бір кофта алу керек еді, анау еді, мынау еді деп, бүкіл ақшаның бәрін басқа нәрсеге жұмсап жіберсеңіз, күйеуіңіз сізге ренжи ма? Ренжиді. Сіз өзіңізге мақсатыңызға, жаңағы бизнесімді дөңгелетем, сторис түсірем, жақсы сурет түсіруім керек деп сұрадыңыз ғой оны. Соған сізге Алла тағала энергия берді ма, күш қуат берді ма, ақша берді ма? Пожалуйста, будьте добры, соған жұмсаңыз ол ақшаны. Ал егер сублимация жасап, оның бәрін басқа нәрсеге шашып төгіп жіберсеңіз, ол мақсатыңыз сізден алыстайды. Энергияңыз таусылады, күш қуат кетеді, уақыт жетпей қалады. Аны сублимация дейді. Вот. Міне, бұл сублимация дегеніміз осы, құрметті партнерлар. Енді мысалдармен, қарапайым тілмен жеткізе алдым деп ойлаймын. Уақытта толып қалыпты. Сондықтан да, құрметті партнерлар, жауапкершілікті өзімізге алайық. Өз-өзімізге сатқындық жасамайық. Не предавайте свою мечту, не предавайте себя. Сондықтан да бар болайық, бәріміз жақсы болайық. Бизнестеріңіз дөңгелей берсін. Мына жерде біраз адамдар отыр екен. Барлықтарыңыз, бизнестеріңіз оң болсын, дөңгелей берсін, биік жетістіктеріңізге жете беріңіздер. Арман қиялдарыңыз орындала берсін. Бар жақсылықты тілеймін. Сәрсенбінің сәтті күнде бәрі сәтті болсын, сіздерге жақсылық тілеймін. Егер осы білім сізге пайдасы тиіп жатса, біліңіздер, бұл Алладан деп біліңіздер. Қателік болса, ол менің қателігімнен. Сондықтан да игілігіңізге жарасын. Менің YouTube каналым, Instagram каналым, WhatsApp, Telegram каналым, барлық әлеуметтік желілерде мен бармын. Барлығына жазылып қойыңыздар, өте құнды ақпарат алып отырасыздар. Барлықтарыңызды Zoom-дарда күтем, жазылып қойыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қош, саламатта болыңыздар. Instagram, Telegram.